Әже, бірдеңе айтайын ба? Бірдеңе айтайын ба? Айт. Жаңа дейтін бар ғой, мама мен папаның бар ғой, екеуінің әңгімесін естіп қалдым да. Екеуі айтып жатыр екен. Мама мен папа екеуі. Айтады ғой, бір шал дейді, сені дейтін қайта-қайта сұрап сөйтіп мамадан, бір папаның бір жұмыстасы, бір сол шалдың әйелі қайтыс болыпты. Иә. Соған сенің мамаңның басы бос қой деп сені айтып жүр екен папаға. Соған папа айтыпты, онда біздің үйге құда түсіп кел деп. Жанды ба не келі құда түсіп келді, құда шал құсын не құрса. Құда түсіп келіп сені соған айттырып берейін деп отыр. Құдай, бетім-ай, бетім-ай. Байдың ағылайын, жарығым-ау, байдың ағылай, жас деген міне 70-тің ішіне кіріп кетті. 80 көрініп тұр енді не. Әже, кез келген әйел адам бақытты болуға лайықты. Не қылатын адам? Кез келген әйел адам бақытты болуға лайықты. Құдай сақтасын, ләхи Құдайдан Алла. Тұна беке сөлгелі қанша жыл болды. Мен 30-ға жетер 70-те қалдым. Ал міне 70 келіп тұр. Тұғында өмірімнің тең жарқысын байсыз тұптап ойламаймын. 100 жыл бойында бір ой жоқ. Әже, жақсы емес па сен өзіңнің ұл қыздарыңның бәрі келіп сені ұзатып, артыңнан жылап, біздер сені күшті болып, аппақ көйлекпен ұзатып отырсақ. Анау дейтін бай шал дейді әже. Бай шал дейді. Байлы қосын. Әкем кейбір, әкем бекесі өгіз. 2 жылдан кейін әкем бекет маған. Иважан деп. Бекеттің орнын ешкімге бастырмассың деді. Менің қызым болсам деді, мен тап осылай. Ешкімге бастырмассың деді.